Аллах тағаладан қалағанымызды қалай сұраймыз? Күндердің күнінде бір дана ғалымға келіп сұрапты. Осы өмірдің бақытын қалай табуға болады? Аллах тағаладан қалағанымызды қалай сұраймыз? Және Аллах тағаланың алдындағы дәрежемізді қалай білеміз деп. Сонда ғалым өз кезегінде сөз алып, адам баласының өмірінде 3 кезең болады, және бұлар бір-біріне еш ұқсамайды. Біріншісі балалық шақ. Бұл кезеңде уақыт пен күшің бойыңда болғанымен мүмкіндігің болмайды. Екіншісі ересек шақ. Бұл кезеңде жұмыста ақшаң да болады, бірақ уақыт тапшы болады. Үшіншісі қарттық шақ. Бұл кезеңде ақша да уақыт та болады, бірақ күш қуат болмайды. Өмір сондай, саған бір нәрсе бергенімен екінші нәрсені алып қояды. Біз өзгенің өмірі өзімізден жақсы деп санаймыз, бірақ өзгелер де өмірін солай санайды. Сондықтан біз алдымен қанағатшыл болуымыз керек. Егер бақыт деген ол сатылатын зат болса, онда адамның барлығы соны сатып алуға бар қаражатын жұмсар еді. Алайда бақыт деген ол адамның бойындағы қанағатшылықпен келеді. Сонымен қатар, егер Аллах тағаланың алдында өз дәрежеңді білгің келсе, онда Аллахтың сенің жүрегіңдегі орнына бір сәт үңіліп қара. Барлық ақ түс жақсылықтың, ал барлық қара түс жамандықтың белгісі еместігін ұмытпаған жөн. Себебі мәйітті жабатын мата ақ түсті болғанымен адам үшін қорқынышты көрінеді, ал қасиетті Қағба қара түсті болғанымен адамды магнит секілді өзіне тартып отырады. Сол сияқты, егер батылдық қатты дауыспен бағаланатын болса, онда есек еркектерден батыл болған болар еді. Сондай-ақ, егер әйелдің көріктігі жалаңаштығымен бағаланатын болса, онда маймыл ең нәзік жаратылыс саналар еді. Сондықтан басыңды көтеріп Аллах тағаладан сұрамас бұрын алдымен басыңды төсіріп, оның бергеніне қарап шүкіршілік ет. Себебі мұсылман Аллах тағаладан сұрау үшін емес, оны риза ету үшін құлшылық етеді. Егер Аллах риза болса, қалағаныңды сұрамай-ақ береді деген екен.